Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ет шелпек пісіреміз. Бізге керегі 1 кесе жылы сүт, жарты ас қасық ас содасы, 1 дана жұмыртқа, қант және тұз. Жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып, үстіне майды ерітіп құямыз. Барлығы дайын болғанша араластырамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Онды өте көп салмаймыз. 500-550 грамм ұн кетеді. Қамырымызды 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Демалған қамырымызды тағы да бір рет илеп, дастарханға жайып, теңдей етіп 7 бөлікке бөлетін боламыз. Енді домалақ етіп жайып аламыз. Өте жұқа жаюдың қажеті жоқ, қалыпты етіп жаямыз. Барлық шелпектерімізді 7 бөлікке бөліп жайып дайындап аламыз. Енді майымызды қыздырып, шелпегімізді пісіреміз. Шелпегіміздің екі жақ бетін аударып, әдемілеп қызартып пісіріп аламыз. Біздің дайындаған шелпектеріміз дайын болды. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге мен Ажар.